Самұрық-қазына еліміздегі ең табысты компания атанды. Эксперт 100 рейтингінде ұлттық әл-ауқат қоры бірінші орында. Бұл 23 қараша күні Астанада өткен 3-ші экономикалық форумда анық болды. Іс-шараны Самұрық-қазына инвестициялардың тиімділігін зерттеу агенттігі мен эксперт Қазақстан ұйымдастырған. Бір шаңырақ астында іскер адамдарды жинаудағы басты мақсат отандық бизнестің бәсекеге қабілеттілігін арттыру. Бұл әсіресе соңғы интеграциялық үрдістер аясында аса өзекті. Форумға қатысқан үкімет басшысы Кәрім Мәсімов бірыңғай экономикалық кеңістікті құрудың маңыздылығын ерекше атап өтті. Менің ойымша, біз еніп жатқан бірыңғай экономикалық аймақты құру уақытылы. Бұл бізге түрлі кедергілерден өтуге, біздің компаниялар мен адамдардың басына түсетін қиындықтарды жеңуге көмектеседі. Біз бір-бірімізге қолдау көрсете аламыз. Өйткені алдағы уақытта күрделі шешімдерді қабылдауға тура келеді. 12 айдың ішінде Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына енеді деген сенімдеміз. Яғни, ғаламдық бәсекенің ұстанымдары, әлемдік үрдістерге жұмылдыру, бірыңғай экономикалық аймақты құруға қарама-қарсы болмауы тиіс. Керісінше бір-бірін толықтырады. Жалпы экономикалық форум барысында көптеген мәселелер көтерілді. Оның ішінде халықтық IPO бағдарламасы да қызу талқыланған. Халық үшін жаңа жүйенің енгізілуіне байланысты келесі жылдың ақпан айында арнайы оқыту шарасы басталады. Мир растет. Әлем өсуде. Акцияларды көпшілік жақсы қабылдай бастады. Негізінен акция иелерінің табысы екі бөлімнен тұрады. Ол акция бағасының өсуі және дивиденділер. Меніңше тәуекел бар. Кейбіреулер бағдарламаны бізге әдейі дұрыс түсіндірмеді. Алдандық деп шығуы мүмкін. Әрине барлығы бірдей қатыса алмайды. Бәріне бірдей қолайлы болмайды. Бірінші қадам сәтті әрі түсінікті болуы қажет. Бірінші рет қатысқан адам одан кейін де жалғастыра алатындай жағдай жасалуы тиіс. Жасалады да. Біз ең тұрақты компаниялардан бастамақшымыз. Шетелдіктер еліміздің инвестициялық тартымдылығына назар аударды. Бүгінгі пікірталас өте қызықты және мазмұнды өтті. Қатысқаныма аса қуаныштымын. Қазақстанның мүмкіндіктері зор. Макроэкономикалық өсімге байланысты көптеген мүмкіндіктер бар. Енді компаниялар алдында бұларды неғұрлым тиімді іске асыру міндеті тұр. Секциялардың бірі толығымен бірлескен басқару жүйесіне арналды. Корпоративті хатшылар форумы қарсаңында бұл мәселенің асқан қызығушылық тудырған сөзсіз. Мамандардың пікіріне сүйенсек, бүгінгі басқаруда этика талаптары мен әлеуметтік жауапкершілікті күшейту қажет. Көп жағдайда корпоративті басқару жөніндегі жетекші мамандар директорлар кеңестерін ынталандыруға міндетті емеспіз дейді. Өйткені оларға ештеңе де тәуелді емес. Бұл қазіргі корпоративті басқарудың диагнозы. Шынымен де олардың ықпалы аз. Мен бірнеше тәуелсіз директормен сұхбаттастым. Олар рөлдерінің маңызды емес екенін өздері түсінеді. Бұл объективті шындық. Оны тек мойындап, өзгертіп көру керек. Батыста жүздеген жылдар бойы қалыптасқан озық тәжірибеге қазір жетеміз деген ой жоқ. Жай ғана осы үрдісті тездету керек. Корпоративті басқарудың қажеттілігі қашан туындайды? Қиындықтар пайда болған шақта. Компания жақсы табыс алып жатқанда ешкім ойламайды. Ал дағдарыс басталғанда мәселенің формальды жағына назар аударыла бастайды. Бұл екі серіктес арасындағы қарым-қатынасқа ұқсас. Егер өзара дау туындаса, бірден келісім шарттарды талдауға кіріседі. Жоғарыда отырған адамдарға еркіндік берілуі тиіс. Бірақ сонда да олар шектен шықпаулары керек. Бұл корпоративті басқару жүйесі болып табылады. Қазір біз корпоративті басқару кодексін жаңартылуын күтеміз. Ол ескірген. Бүгінгі әлемде жаңа ағымдар орын алуда. Дағдарыстың өткенінде білесіздер. Осыған сәйкес директорлар кеңестері, басқару органдар қалай кедергілерден өте алады, тәуекелге қарсы менеджмент жүйесі қалай құрылған, стратегиялар қалай жасалады, стратегиялық мақсаттарға қалай жету керек деген сауалдар туындайды. Яғни олар мұқият көңіл бөлуді талап етеді және кодексте көрініс табады деген сенімдеміз. Кезекті экономикалық форум көздегеніне жетті. Өз ісінің нағыз шеберлері оймен тәжірибе алмасып, әрқайсысы бұл жиыннан белгілі бір түйін шығарғандай. Жарасымды мәре ретінде марапат рәсімі. Жеңімпаз болған Самұрық-қазынадан кейін Теңіз, Шевройл мен Энерси сынды ірі компаниялар үздіктер қатарына енді.